Ал балалар, саламатсыңдар ма? Бүгінгі әдебиет сабағымызды барлығымыз көңілді өткізуге әрекет жасайық. Келісеміз ба? Тамаша. Ондай болса, балалар, бәрімізге үйреншікті уақыт бөлімі бойынша біз күнде айтып жүрген өлеңімізді бәріміз бірге хормен айтайық. Ерте қолма етері, айтпас уақыт қалданып батып, бос өткізбей еркелеп, жастық деген бағасыз, қадірін білмес санасыз. Керемет. Біз сендермен 4 топқа бірігіп отырмыз. Шара Жиенқұлова, Димаш Құдайберген, Жамбыл Жабаев және Әбілхан Қастеевтің топтары. Ал енді сендер өздерің әрқайсың топтарыңды қорғайсыңдар. Ол адамдар туралы не білетіндеріңді айтамыз. Әбілхан Қастеев Қазақстанның әйгілі суретшісі. Шара Жиенқұлова қазақтың бишісі, педагог, өнер салушысы. Жамбыл Жабаев жыршы, жырау және айтыскер өлең сөздердің дүлдүлі. Димаш Құдайберген қазақтың ең әйгілі әншісі. Оны адамдар жақсы көреді, біз де жақсы көреміз. Бүгінгі сабағымыз, балалар, сендер әлі түсінесіңдер, не үшін біз түрлі түсті палитра алғанымызды, осы арқылы өз-өзімізді бағалаймыз. Бағалаған кезде шынайы, әділ бағалауға әрекет жасаймыз. Бұл түсті палитра алған себебім, бұл бояудың түрлі түсті бояулары арқылы біз бағалаймыз. Қолдарыңдағы, мына алдыларыңдағы жатқан түсті палитраны, әр тапсырманы дұрыс орындаған сайын бір-бір қыл қаламды осылай жабыстырғыш арқылы жылжытып отырасыңдар. Сабақтың соңына келгенде біз қанша бояу бояғанымызды анықтап, оны бағаға айландыратын боламыз. Ал енді барлықтарың алдыларыңдағы түрлі түсті палитраны алыңдар. Ала қойың. Bir şarttan ala koyunlar. Ana, kalkın. Cibinden kalkınlar. Cibinden kalkınlar. Bunun büyüğünüz olsa şartlarını koyuyoruz. Sabahta arıları kalırız. Saklarla karakteramız var. Dayınız var. Al, ben olmuşu var mı? Kim ben? Ali kan. Yeşil yok bunlardan. Siz kayıtlar. Ben falanlar böyle alıyorum. Şöyle Kahpağa yürüdüm soğardı. Kelime, astra, muha,
Asma karama. Masalah bola kalau mau but I lost all of them. And I've been searching in the room, and I've been searching in the rain. I tried to find them, but they disappeared. They walked away, they just Келесі әдіс ақ парақ деп аталады. Алдыларында жатқан әр топтың алдында бір осындай ақ парақ жатыр. Ақ парақты сендер алдыларындағы бояу арқылы осында сөздер шығады. Бұл біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы болады. Мына бүгінгі сабағымыздың тақырыбы керемет күмбез дейді. Керемет деген сөздің не екенін білесіңдер ме? Керемет дегеніміз не ол? Иә. Дұрыс, әдемі, сұлу, көркем. Дұрыс. Керемет жасалыпты, керемет жазылыпты. Өте керемет. Дұрыс, мінекей керемет дегеніміз балалар, әдемі, көркем, сұлу жасалған әрбір затты, көркем жазылған жазбаларды керемет деп айтамыз. Ал күмбез дегеніміз не? Күмбез дегеніміз не? Жанбатыр. Иә, дұрыс айтасың. Күмбез. Тағы қай жерде күмбез көрдіңдер? Бақжан. Өте керемет. Міне, керемет. Демек, бүгін біз балалар керемет күмбез туралы әңгіме қозғаймыз. Ол біздің Қожа Ахмет Яссауи бабамыз туралы болмақ. Саламатсыңдар ма балалар? Мен сендерге қызықты тапсырмалар алып келдім. Қане, тапқырлықтарыңды, шапшаңдықтарыңды көрейін.
Қожа Ахмет Яссауи түркі әлеміне сопылық ілімді жеткізген ұлы тұлға. Сопылықтың негізгі мақсаты Алланы шынайы сүйіп, рухани кемелдікке жету. Яссауи ілімінде адамның жүрегі ең басты айна. Ол жүрек тазалығы арқылы ғана адам хаққа жақындайды деп үйреткен. Диуани Хикмет Қожа Ахмет Яссауидің сопылық ілімін, Аллаға деген сүйіспеншілігін, адамгершілік пен нәпсі тәрбиесі туралы ойларын өлең түрінде баяндаған еңбегі. Ал балалар, дәптерлеріңді жабыңдар, күнделіктеріңді ашып, үйге тапсырманы жазайық. Өзіміздің өлкеміздегі сәулетті ғимараттардың тізімін жасаңдар. Үй тапсырмасы түсінікті болса, сендер кәреге кім қанша бояуға жеткізді екен? Бағжан, неше бояу бояды? Өте керемет. Жақсы. Өте жақсы. Керемет. Альбина, 8 бояуға жеткіздің. Жақсы. Жанбатыр. Мен 7 бояуға жеткіздім. Жақсы. Мен 8 бояуға жеткіздім. Мен 8 бояуға жеткіздім. Мен 9 бояуға жеткіздім. Керемет, өте жақсы балалар. Енді 9 бояуға жеткізген оқушылар 5 деген баға алды. 7 мен 8 бояуға жеткізгендерің 4 деген, кім 6, 5 бояуға жеткізгендерің өкінішті кішкене әрекет жасау керексіңдер. Кері байланысты барлықтарың қолдарыңдағы шыраққа Яссауи бабамыздың бойынан танылған бір қасиетті, бір сөз әдісі арқылы жазып, тақтадағы шам шыраққа барып іліңдер.